Керч көпірі сербест геми әрекетлеріне мания олам. Шунын үшін оны тез вақытта жоқ етмек керек. Украина иеті бұны Гаагадагы деңгейлер вақытында сеслендірді. Малум олғаны кебі анда Украина Русияны Бірлешкен Миллетлерінің Дениз конвенциясыны бозғаны үшін шикает етті. Халқара арбитраж даими махкемесінде Украина тарафы Керч көпірінің гемилерінің сербест әрекет етмесіне кедер ете деп башлады. Чүнки о халқара боғаз бойынша земаневи девірде қоланылған яда атта теклиф етілген әрбір көпірден да алчақ шекілде құрылды. Зараз Росія розглядає Азовське море, Керченську протоку, а може і частину Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води вважали частиною її імперії 21-го століття. Хоча ви почуєте, як російські експерти кажуть, що Азовське море схоже на озеро чи річку, Україна це рішуче відкидає, і цей трибунал має зробити те саме. Міст незаконний, і його потрібно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічний тому, що був до цієї незаконної перешкоди судноплавству. Ишгалжилер қырымлыларны ичтимai ағларда оларны ақаретлегенлеріні түшінген месаджлара лайк қойғанлары үшін махкеме етелерсін кедерсін қырымлылар бойлеже нацист темсәлеріні дестеклей. Асылында есе бұттек мавы ве сары байрақлы ресімлер яда бұл ресімлерде біз оз топрақларымыздамыз ве бұл бізім көчіміздір деген сөзлер язылған. 41 яшындаки Наземні Русия ордысының итибарыны түшіргенде қабатлап, тізілген сақты даванын малыматларыны ишгалжи махкемеге йолламақ үшін рус ишгалжилеріне бірқач фоторесім етерлі олды. Экстремизмге қаршы күреш мерkezінден келген рус қавсызлық күчлері бұл қадынны ишгалжилерден афу сұрамаға мечбур еттілер. Людмиланы белі олмаған кешілер чақты. Оны телеграмда изатлар себебінден есір алдылар. Анда қадын ида етілгеніне көре Русияны Рашка деп адландырды. Бұнен ишгалжи режимні бұйық дережеде ақаретлеген. Бұндан да ғайры рус аскерлері Украинада жең жинайетлеріні япқанларыны ачықтан ачық язды. Бұл дава бойынша махкемелер да өкде. Бұл шекілде Москаларнен Русия қавсызлық күчлерінің бір группасы Кезлев Сакина 37 яшындаки Евгенийнің евіне басып кірді. Бұндан да ғайры чақуға көре ишгалжилер бұл адамны оның телефонында тапылған бірқач фоторесімге сасланып, Русияның территориал бүтінлігіні инкар етмекте қабатлайлар. Евгений ишгалжилерінің арбитехникасы яқылған ресім ве мавы ве сары байрақ фонында девлет тамғасының ресімі себебінден Украина силялы құветлеріне ярдым етмекте ве Русия күчлерінің итибардан түшірмекте қабатланды. Ноги протяни! Бұл кыбадиселер кечкен бірқач күн ішінде олып кешті ве бұл жематчылыққа шыққан бөле вақияларының тек күчік бір қысмыдыр. Ишгалжилерінің қавсызлық күчлері бір қаршылықны бастырмаға тырышы алар. Бұна статистикада шатлық етем. Бұл ақта Сары Шерит қаршылық әрекетінің спикері АТР телеканалының яйынында тариф еттім. За 24 рік близько 900 протоколів по Криму складено проти кримчан за статті по так званій дискредитації російської армії. Порівняйте, власне кажучи, якби масштаби і насиченість. Ми розуміємо, що це структурно інше суспільство, ніж Росія, що навіть якесь там домінування російської мови або якихось там радянських, пострадянських наративів, там оці всі щодо Чорноморського флоту, воно не змусило цих людей жити, як живуть росіяни. En çok rast kelgen қабатлав Русия ордасынан итибарыны түшірмек. Себебі ise Украина вионын аскерлеріні дестек етмек, күнделік лақырдыларда Қырымның Русияге айыт олғаныны қабыл етмемек, атта ичтимai ағларда язылар ве месажлар біле ола біле. Бұндан да ғайры Сары Шерит қаршылық әрекеті Қырым университетінде Оджа Украина үкіметінің қануниетліге ақында лаф еткені үшін дерслерден четлештірілгені ақында қабер берді. Анаяса ұқық бойынша дерс вақтында Оджа Украина үкіметі Украина
канунларына ве халкыра укукнун танылган нормаларына көре сайланганына, шунун ичинде кануниетле ве анаясага уйгун олганына кайд этти. Русиянын Тула шаарынан келген bir студент онунен давалашмага башлады. О бойлы шейлерни айтмамак кереклигини билдирди. Ожанын сөзлерини хыянетлик деп адландырды. Атта сыныфдашлары оны дестеклемегени үчүн ачууланды ве шикаят этмек үчүн сыныфтан чыкты. Бойле баскы фаалиеттеринде ишгалчы кавсыздык күчлери гизли малуматчылар агыны куллана. Шу сырада крымский смершке таяналар. Оны иханетчи Александр Талипов идаре эти. Буну көз өгүнө алып, сизни Русия дүйнөсүнүн ишбирликчилеринен яда тараптарларынын дабага кырышмемеге чагырамыз. Onun yerine özünüzni ve sevimli insanlarınızla korçalanız ve sabırlı olunuz. Кырымда Ахьярда инша этилген кеби бетон сыгынакларга ыктыяч жок. Кырым ишгалчы парламентинин рейси Владимир Константинов бойле фикирде. Иханетчинин айтканына көре, Ярымадада террор теhlикеси сары севиеде. Илебе сыгынакларны исе керек болса курачаклар. Константиновдун фикиринче, ракета теhlикеси вактында дерс тахлиясы етерлеве ишгалчы жолбашчы Сергей Аксеновдун адыны ташыган еңилмес коралар да етерле олажактыр. Бу Кырымдын шымалинде ве гарби ялы боюнча жерлешкен танкка каршы бетон пирамидалар, узун окоплар ве топ фырлатуу позицияларыдыр. Андан ишгалчылар Украин десантыны яда ер устунден уҗумны беклейлер. Константиновдун дегенине көре, модуль сыгынакларынын жерлештирилмеси кеби эранги бир апансыздан япылган аракет Кырым сакинлери арасында паниканы doğurabilecek.